Ауылдағы көршіміздің ала сиыры бар еді. Оны ала сиыр деп атайтын. Ол нағыз әдемі сұлу сиыр болатын. Әрқашан мейірімді, және қуанышты, және сүтті көп беретін берекелі сиыр еді. Алайда бір күні қожалары басқа сиыр сатып алды. Бұл таза, ақ түсті, әппақ және өте әдемі Голландиядан әкелген сиыр екен. Салмағы 1,5 тонна екен. Оның сүті де дәмді және көп болды. Қожайындар жаңа сиырды мақтай бастады. Басында ала сиыр бұған мән бермеді. Ол өзінің сүйікті сиыр екеніне сенімді болды. Бірақ қожайындары жаңа сиырды мақтаған сайын ала сиырға бұл ұнамай бастады. Өзіне деген сүйіспеншілік азая бастады деп іштей реніш пайда болды. Bir күні ала сиыр үйден ренжіп кетіп қалды. Кім болса да бағалайтынын және жақсы көретінін сезінгісі келді. Жайлауға барды, далаға барды, өрісте жүрді. Сөйтіп ол үйге келмей көп жүрді. Ала сиырдың қожасы да оны шар тараптан іздей бастады. Қожалары ала сиырдың ренжігенін түсінді. Анда шапқылады, мұнда шапқылады. Әркімдерден сұрады, бірақ таба алмады. Көп іздеді. Ай сәулесінің астында ала сиыр алыс далаға бет алды. Ол өзін-өзі ұстауға болатын, оның барлық істер үшін бағаланатын орнын табуды армандады. Ол қожайындарын сағынды, бірақ мақтаныш сезімі оған қайтадан оралуға мүмкіндік бермеді. Жүрегінде үміт пен мұң бар ала сиыр бір күні иесі оны тапқанша өрісте бағып жүрді. Оны ұзақ іздеп ала сиырын сағынған қожайын ала сиырды көргенде құшақтап, оның өзі үшін өте маңызды екенін, оның орнын басқа ешқандай сиыр баса алмайтынын айтты. Ала сиыр үйіне қайтып келе жатқанда жылылық пен қуаныш сезінді. Қожасының мейірімін түсінді. Сол күннен бастап ол өзінің орны үйде екенін, өзінің үйінде қорада екенін, достармен оның шынайылығы мен мейірімділігін бағалағандардың арасында екенін білді. Ала сиыр осыдан былай ақ сиырмен дос болды. Екеуінің телегей теңіз берген сүтінен ол отбасында ақ мол болды. Ала сиыр да, ақ сиыр да өте бақытты болды.